Muha, сонымен не істейтін? СТО-ны істейтін болдың ғой, иә? Иә, Құдай қаласа. Болды. Короче, мен мына СТО-дағылармен сөйлесіп қойдым. Былай істесек, сен бүгін келсең, Карситиге келсең, сенің мына заттарыңды саған қолыңа табыстап, ана Бек деген мияқта бір бауырымыз бар, саған 2 апта бойы бұл үйретеді, еще арасында напақаңды беріп тұрады. Иә. Давай, бауырым, жақсы. Жарайды. Сонымен мына коробканың ішінде 100 мыңның заты жатыр. Бірақ оның өзін біз супер скидкамен алып отырмыз. Ойбай, ауыр ғой мынау. Ана әлгі кім бар ғой? Мұхаммеджан бауырымыз. Сол Мұхаммеджанды СТО-ға орналастыратын болдық. Келісімін берді. Алла жазса, қазір СТО-ның бастықтарымен сөйлесеміз. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Амансыз ба? Жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір. Жақсы, шүкір. Құрметті телекөрермендер, Мұханға біз кеше скрытый камерамен түсіріп алған едік. Кейіннен бірақ кешірім сұрап сөйлестік. Бұл кісінің аты Мұхаммеджан, фамилияңыз? Насыров. Бір ұлы бар екен. Бір ұлы. Иә, бұл жерде пәтерде тұрады, әзірге үйсіз, бірақ енді иншалла Құдай қаласа өз еңбегімен осы үйге қол жеткізсем деп жүрген кісі. Кеттік онда. Беке, ассалаумағалейкум. 1 минут уақытыңыз беріңізші. Ассалаумағалейкум. Танысып қойыңыздар. Бек деп қоямыз, бірақ Нұрлыбек аты. Мұхаммеджан деген бауырымыз, осы кісіні алып келдік. Алла нәсіп етсе заттарын алып келеміз. Сізден көмек, Мұхан, бір 2 апта осы кісіні оқытып берсеңіз, қасыңызда жүрсе, подсобник болса, Құдай қаласа. Сонымен Мұхан келісті, Бекеңмен де келістік. 2 апта бойы енді обучение жүреді. Енді Мұханның заттарын әкеп берейік, солай ма? Осы жерде күте отырыңыз, таныса беріңіздер, біз заттарды алып келейік. Мынандай профессиональный, кішкене более жақсырақ екен. Мынандай отверткілердің наборы. Сосын мынандай трещоточный ключтердің наборы. Ең керекті дегендерін алып жатырмыз. Қалған жайлап түгендей береді ғой өзі тағы да кейін. Бүгіннен бастай беріңіз. Киімдеріңізді алып келдіңіз ғой, керек жақтарыңыз. Беке, Аллаға аманат, сізге аманат иншалла. Аға, енді ісіңізге сәттілік. Қолдан келгенше қарасамыз. Керек-жарақтың бәрін алыпсыздар. Қарасамыз ғой. Құдай қаласа. Рахмет сіздерге осыншалықты көмектесіп отқандарыңыз үшін. Өте үлкен рахмет. Енді сізден талап ететін нәрсе осыны алып кету. Түсінесіз ба? Иә. Мен даже арендаңызды да төлеп берем. Арендаңызды төлеп берем 2 ай. Төлемейсіз аренда. Үйреніп кеткенше. Сосын сіз жалғыз емес қой, қасыңызда тағы бір источниктер болады. Соларды кеп, оларда подсказ беріп тұрады, о, сөйтіп сөйлесіп қоямыз. Мысалы, Бекең 2 апта полный үйретсе, одан кейін барған жеріңізде үйретеді. Құдай қаласа. Ана жаққа бармайым деп өте беріңіз. Иә. Бармайым дебіңіз ғой. Иә, ол жаққа екінші бармаймын. Бәрекелді. Біздің мақсатымыз сол, ояққа бармауыңыз керексіз болды. Құдай қаласа. Келістік онда. Жақсы, Беке, рахмет. келістік. Беке, Алла разы болсын. Рахмет, аха. Алла разы болсын. Енді 2 апта уақыт береміз. 2 аптаның ішінде біз СТО-сын тауып, Мұхаңдардың ары қарата арендасын төлеу, қасына көмекшілерді табу сияқты мәселелерге кірісейік. Кеттік онда.